Жалғыз жолды және көп жолды мәтінді жазу. Штриховка таңдау және реттеу. Мәтінді жазу. Многострочный текст командасын басып, жаза беруге болады. Ол үшін текстовый стильді орнатып алу керек. Однострочный текст командасы жазбаларды жазады. Текст командасын пернетақтадан таңдап, рисование горизонталь менюден текст пунктінде однострочный командасын шақыруға болады. Команда басталғаннан кейін бірінші ағымдағы стиль туралы хабарламаны береді. Редакторның терезесі ашылады, начальная точка или выравнивание стиль деп шығады. Сызбаның қай жеріне жазу керек болса, сол жерді курсормен көрсетеміз. Төмендегі командалық жолдың сұрағы высота текста қанша керек болса соны қоямыз да Enter басып, келесі командалық жолдың сұрағына жауап береміз. Угол поворота текста 0 деп жазсақ, Enterден кейін жазулар түзуінен шығады. Ал егер рамканың жоғарғы жағына жазуды төңкеріп жазу үшін угол поворота текста 0 деген жерге 1800 қойып Enterді басып, экранда 4 бұрыш квадраттың ішіне жазуды жазып болған соң, мышканың сол жақ кнопкасын бассақ жазу төңкеріліп түседі. Аспаптар панелінен форматқа кіріп, текстовые стили деген командаға барып, новый деген жазбаны басамыз. Ол кезде имя стиля деген терезе шығады. Сол жерге ГОСТ 2 деп жазып, имя шрифта Times New Roman. Высота текста деген жерге сандарын қоюға болады. Угол, наклона применить закрыть деп жаңа стиль орнатып алғаннан кейін, аспаптар панелінен рисование текст однострочный мышканың сол жақ шертпесін басып, төмендегі командалық жолдың сұрағына жауап береміз. Начальная точка или выравнивание стиль. Суреттің қай жеріне жазу керек болса, сол жерді курсормен көрсетеміз. Төмендегі командалық жолдың сұрағы высота текста қанша керек болса, соны қойып Enterді басып, келесі командалық жолдың сұрағына жауап береміз. Угол поворота текста 0 деп жазамыз да бұл кезде жазулар түзуінен шығады. Enter басамыз. Штриховка таңдау және оны қою әдістері. Орындалған штриховканы реттеу. Штриховка слойын ағымды етіп, суретке штриховка жасаймыз. Ол үшін вертикаль менюдағы рисование командасында штриховка деген шертпесін бассақ, экранда штриховканың терезесі ашылады. Энса угол 0 градусов. Масштаб 1. Контуры деген жерге добавить точки выбора дегенді көрсетеміз. Сурет бойынша қай жерге штриховка жасау керек, сол жерді курсормен көрсетеміз де Enter басамыз. Ок. Алдынан қарағандағы көріністің штриховкасын өзгертеміз, себебі бұл стандартқа сай емес, стандарт әнсі болуы керек. Біріншіден листтан төмендегі режимдар жолындағы модельге өтеміз. Курсормен штриховка тұрған рамканы белгілейміз. Аспаптар панеліндегі редактирование командасына барып объекті. Штриховка, төменде выберите объект штриховки деп сұрайды. Мышкамен өзгертетін жерді басамыз. Осы кезде редактирование штриховки деген терезе ашылады. Осыдан кейін ок командасын бассақ, штриховка өзгерді.